Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Жуалы ауданы нөмір 1 мектеп гимназиясының физика пәнінің мұғалімі Жамашева Эльмира Шотбайқызы болам. Яғни бізде бүгін 9 сыныптың сабақтың тақырыбы 9 сыныпта физика. Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер, массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы. Бүгін сабағымыздың мақсаты ядролық күштердің қасиеттерін сипаттау, атом ядросының масса ақауын анықтау, атом ядросының байланыс энергиясы формуласын есептер шығаруда қолдану. Бүгінгі сабағымыздың жетістік критерийі массалар ақау ұғымын, байланыс энергиясы ұғымдарын білуіміз қажет. Массаның ақауын, ядроның байланыс энергиясын және ядролық реакциялардың энергетикалық шығуын есептеп білуіміз қажет. Ең бірінші біз мына жерде атом бізде беріліп тұр. Осы атомның ішіндегі X тең AZ. Бұл жерде А деген нуклондар саны, Z дегеніміз ядродағы протондар саны, N дегеніміз ядродағы нейтрондар саны. Масса ақауы бізде тең болады. Протон санын протонның массасына көбейтеміз және оған нейтрон санын нейтрон массасына көбейтіп қосып алып, осыдан ядроның массасын азайтуымыз керек. Байланыс энергиясы 931,5 көбейтілген масса ақауы. Масса ақауы ядроның массасы оны құрайтын нуклондардың массасынан әрқашан кіші. Олардың айырымы масса ақауы деп аталады. Масса ақауы дельта М'ді мына түрде есептеуге болады. Яғни протон санын протон массасына көбейтіп, оған нейтрон санын нейтрон массасына көбейтіп қосып алып, одан ядрон массасын азайтуымыз қажет. Байланыс энергиясы масса ақауының болуы ядроның құраушы бөлшектерін бөлу үшін өзара тартылыс күшін жеңу қажеттілігіне байланысты. Бұл күшті жеңу үшін энергия керек. Оны ядро байланыс энергиясы деп атаймыз. Байланыс энергиясы үлкен Е әрпімен белгіленеді. Масса ақауын вакуумдағы жарық жылдамдығының квадратына көбейткенге тең. Яғни бұл жерде дельта М масса ақауы С деп отқанымыз вакуумдағы жарық жылдамдығы. Вакуумдағы жарық жылдамдығын біз бұрыннан білеміз, ол 3 көбейтілген 10-8 дәрежесінде метр секундқа тең. Енді масса ақауы ядро массасының оны құраушы нуклондармен салыстырғандағы өзгерісі. Яғни масса мен энергия арасындағы байланыстың заңдылығы ол масса ақауын жарық жылдамдығының квадратына көбейткенге тең. Ядроның байланыс энергиясын біз джоульмен және мега электрон вольтпен есептеуімізге болады. Бұл кезде екеуінің бір-бірінен айырмашылығы масса ақауын жарық жылдамдығының квадратына көбейткенге тең, ал мега электрон вольтпен табатын болсақ 931,5 масса ақауына көбейткенге тең. Енді осы 931,5 дегеніміз қайдан шықты, соны қарастырсақ. Бір массаның атомдық бірлігі ол 1,6 оның минус 27 дәрежесінде килограммға тең. Ал 1 мега электрон вольт болса 1,6 оның минус 13 дәрежесінде джоульға тең. Вакуумдағы жарықтың жылдамдығы 9 квадраты. 9 көбейтілген 16 дәрежесінде метр квадрат бөлінген секунд квадратқа тең. Осыларды орындарына қойып есептеген кезде бізде 931,5 деген сан шығады. Ары қарай бізде меншікті байланыс энергиясын бір нуклонға сәйкес келетін энергия. Яғни осы байланыс энергиясын тауып алып, оны нуклондар санына бөлетін болсақ, бізде меншікті байланыс энергиясын табуымызға болады. Енді бізде мынандай тапсырма берілген. Феррум темір 56 ядросының байланыс энергиясын мега электрон вольтпен анықтап, меншікті байланыс энергиясы қаншаға тең екенін табуымыз қажет. Протонның массасы 1,10 100,000-нан 783 массаның атомдық бірлігі. Нейтронның массасы 1,000,000-нан 8,665 массаның атомдық бірлігі. Ядроның массасы 55,100,000-нан 93,494 массаның атомдық бірлігі. Енді бұл есепті шешу үшін біз ең бірінші темірдің нуклондар санын тауып алайық ядродағы. Яғни бір жерде нуклондар саны 56-ға
протондар саны 26-ға тең. Нуклондар санынан протондар санына азайтсақ, бізге нейтрондар саны шығады, ол 30-ға тең. Енді масса ақауының формуласын жазамыз. Одан байланыс энергиясының мегаэлектрон вольт бойынша есептелетін формуласын жазамыз. 931,5 көбейтілген массалар ақауы. Яғни массалар ақауын орнына қоятын болсақ, формуласын есептейтін болсақ, 492,12 мегаэлектрон вольт шығады. Енді байланыс энергиясын табу үшін осы 492,12 мегаэлектрон вольтты нуклондар санына бөлеміз. Нуклондар саны бізде 56. 492,12-ні 56-ға бөлеміз. Сол кезде 8,79 мегаэлектрон вольт шығады. Ал енді сіздерге тапсырма. Гелий атомының, көміртек 12-де 6 атомының, латон 138-де 57 атомының және 16-да 8 оттек атомының ядроның массасын, масса ақауын және байланыс энергиясын есептеңіздер. Яғни бүгінгі сабағымыз бойынша нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыруым қажет, осыған байланысты рефлексияны менің жекеме жіберсеңіздер. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.